Саламатсыздар ма? Қазақша контентті каналымызға қош келдіңіздер. Әдеттегідей сіздер үшін дәрілік затымыздың қалай қолданылу керек екенін қысқа нұсқа қазақша түсіндіретін боламыз. Сол үшін каналымыздың дамуына үлесіңізді қосып, лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетсеңіздер, ол біз үшін тоқтамай жұмыс жасауға мотивация болар еді. Ендеше кеттік, экраннан алыстамайық. Қазір таныстыратын препаратымыз бұлар сүйек қатайтатын препараттар. Тирафлекс, кальцимин және калдусун деген препаратымыз. Бұл екі препаратқа келесі видеода таныстыратын боламыз. Ал бүгінше таныстыратын препаратымыз бұл калдусун препараты. Бұл жаңа новинка дәрілік зат болып табылады. Өздеріңіз білесіздер, заман дамыған сайын дәрілік заттар да өзгеріп тұрады. Сондықтан да бір дәріге тоқталып қалудың қажеті жоқ. Телефонымыздың модель үлгісі жыл сайын өзгере беретінін білеміз. Жылдан жылға күшті жаққа өзгергендей, дәрілік затымызда жылдан жылға жаңа бағытқа өзгеріп келеді. Бұл дегеніміз, калдусун препараты ешқандай адам организміне зияны жоқ препарат болып табылады. Бұл Клаус Шварцтікі, Германия, Великобритания өндіріп шыққан. Құрамына толық таныстыра кететін болсақ, бұл кальций бар, құрамында 500 мг, магний бар 150 мг, цинк бар 5 мг, және витамин D3 5 микрограмм бар. Құрамында ГМО жоқ, дәрілік зат болып табылмайды. Сол себепті аптекалардан дәрігердің рұқсатынсыз пайдалануға болады. Бұл деген бағыт болып табылады. Егер пайдаланылуы айтатын болсақ, ол сүйек қатайтуға, қазір білесіздер, адам организмінде D3 өте аз. D3 жетіспейді, сондықтан D3 жетіспегендіктен де алуға болады. Салмақ жетіспеуінен, сүйек сынуынан, төсек тартып жатқан балдар болса, үлкен кісілер болса, қарт кісілер болса, сүйек қатайтуға, салмақты көбейтуге, баланың тез өсуіне, вес қосуына жақсы көмектеседі. 2 жасқа толған балдардың бас сүйегінің еңбегі қатаймай жатады. Сол еңбегі қатайынуына жақсы көмектеседі. Қолданылуы кімдерге қолданылады? Бұл айта кететіндей, айлық баладан қария кісіге дейін болады. Қолданылуы 10 мг-нан 3 рет таңертең ішесіз. Таңертең барлық витаминдерді негізі таңертең ішу керек, өйткені сергек жүресіздер, жаңағыда организм тез усваивать етеді. Ал 3 жасқа толмаған балаларға жарты қасық, шай қасық. Ал егер ыдыстарыңыз болмаса, ішетін, онда шприцпен де болады. Үлкен кісілерге 10 мг-дық шприцпен ішеді. Кімдерге болмайды дейтін болсаңыздар, жүктілікпен емізетін әйел адамдарға, оларға білесіздер, аяқтары жиі тартылып қалады, сүйектері сынғыш болып келеді. Ол кезде ішетін болсаңыздар, міндетті түрде дәрігеріңізбен кеңесіңіздер. Сақталуы үй жағдайында 25 градуста сақталады. 25 градуста сақталады. Ашылған ыдысы 3 ай ғана пайдаланады. 3 айдан кейін лақтырып тастайсыздар. Негізі бұл препарат сироп болып табылады. Жаңағыдай дәрілік зат таблеткалар асқазанға ауыратын болғасын, сироп түрінде ойлап шығарған жақсы. Үлкен кісілерге тез ішуіне, тез сіңіп кетуіне организмге жақсы көмектеседі. Егер келесіде қандай препаратты түсінбей жатқан болсаңыздар, қандай препараттар ішіп жүрген болсаңыздар, оны дұрыс нақты білмейтін болсаңыздар, бізге комментария жазыңыздар. Сол дәрілерді міндетті түрде видео түсіретін боламыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментария жазыңыздар, бізге тіркеліп кетіңіздер. Біз үшін үлкен мотивация болар еді. Сау саламатта болыңыздар, сау болыңыздар.